2025 жылдың күз айында, шамамен қазан айларында, қараша айларында менің байланыс телефоныма Көптілеу Мұратұлы Тәжіғалиев деген азамат мен жанымдадыр хабарласты. Хабарласуының себебі біздер осы жобалық кеңсе 2025 жылы қараша айында, 6 қарашада Алашорданың батыс бөліміне қатысты халықаралық конференция өткіземіз деп Атырау, Батыс Қазақстан облыстарына хабарластық. Ақпараттық хат жібердік. Сол ақпараттық хат осы азаматтың қолына түсіп, конференцияға мақала беремін деген мақсатпен хабарласты. Конференцияға беретін мақаласы Алаштың офицері, тарихта насихатталмай қалған, бірақ Алаш идеясы үшін қызмет етіп өмірін құрбан еткен, қудаланған азамат Рахметолла Қаржаубаев туралы тақырыбы. Мақаланы оқыған кезде мақаланың мазмұнында көптеген деректер, жан-жақты кәсіби тарихшыға тән ізденіс байқалды. Көптілеу Мұратұлы хабарласқан кезде ол осы Қаржаубаевтың ұрпағының, балаларының бар екендігінің, онымен хабарласқандығын, яғни тереңдете іздегендігін, бір қызы, жалғыз қызы, Дана деген қызының Ресейде тұратындығын, оған арнайы барғандығын, өз бетінше ізденіп, туысы емес, ауылдас емес, тумас емес Рахметолла Қаржаубаевтың кездейсоқ атын жөнін біліп қалып, оның Алашқа сіңірген еңбегін түсініп, елдік мақсатпен, ұлттық рухпен ізденіп, өз бетінше көптеген деректер тапқан. Енді сөзді осы Көптілеу азаматқа берсек. Сіз осы тақырыпқа қалай келдіңіз? Рахметолла Қаржаубаевтың есімін ең бірінші кімнен естідіңіз? Ресейге барған сапарыңыз, яғни барлығын айтып кетсеңіз. Рахмет, Құралай апай. Енді сізді мен кездейсоқ тауып алдым. Жанат Тұрмұханова дейтін, қателеспесем аты жөні осылай болар, маңғыстаулық Алаш тарихы жөнінде әртүрлі әлеуметтік бетшелерде мақалалар, ой пікірлерін айтып отыратын бір апайымыз хабарласып, сол әңгімеден әңгіме шығып, Батыс Алашордаға байланысты үлкен конференция болайын деп жатыр. Орал жағында дегесін. Енді телефон сұраймыз, қай күні болатынын сұраймыз. Сол кісі енді Дәметкен апайым білу мүмкін, немесе Әлпия апай білу мүмкін деп, сол Әлпия Сабырғалиқызынан алып телефон сізге хабарластым. Хабарласудағы мақсат мынау Рахметолла Қаржаубаевтың өмір жолы, соған байланысты еді. Енді Рахметолла Қаржаубаев кім, және осы тақырыпқа қалай келдіңіз, қалай қызығушылығыңыз пайда болды деген сұраққа келетін болсақ, өзі біз қарапайым ауылдың балаларымыз ғой. Енді баяғы біз өскен уақытта интернет дейтін ештеңе болған жоқ. Ауыл қарттарының, өлкеміздің өткен небір батырларының жырларын, қызықты әңгімелерін тыңдаймыз. Есейе келе біздің ауылда Керейіп Сайын дейтін ағамызбен бір әңгіменің сәт түсіп қалды. Бұл кісі әкесі Қабен Керейіп дейтін елге парасатты, сонау аштық жылдары халыққа қатты көмектескен, өте бір адамгершілігі мықты адам. Баласы Сайын ағамыздың да сондай парасатты, адамгершілігі керемет адамдар енді әңгімелері. Сол кісі бір күні жол үстінде келе жатып, қай жыл екен есімде жоқ, қателеспесем 68 или 69 жылдар екен, біздің үйге бір Рахметолла Қаржаубаев дейтін кісі келді. Ол кісі күні түні газет оқиды, орысша, қазақшаға бірдей. Содан бір күні даладан кірсем, қаңтар айы, ана кісі қолына Жұлдыз журналын ұстап отырып, Сырбай Мәуленовтың өлеңін оқып отыр, және оны талдап отыр дейді. Ойпырмай, мына өлеңді Сырбай ағамыз, Сырбай Лермонтовтан өте бір сәтті, сауатты аударған екен. Ол Лермонтовта былай жазылып еді деп, манағының орысшасын айтады. Сырбай мына жерде былай жазылды деп, мана қазақшасын айтып талдап отыр дейді жаңағы. Сосын айналайын, сондай бір Рахметолла Қаржаубаев дейтін кезінде Алашорданың офицері болған, адам болған, біздің өлкеден шыққан. Ол кісіні көп үлкендер білетін еді. Өзі осы Бурный дейді, мына Жамбыл облысы жағында қайтыс болды деп әңгімені аяқтап қалды. Сол жерден отырып мен қызығушылығым оянып, ойбай аға, біз енді Жанша Досмұхамедовті, Халил Досмұхамед және басқаларын білеміз. Бұл кісі кім? Неге білмейміз? Қай жылы қайтты, руы кім,
қайтқан жағдайда елден ағайын тума барды ма деген сияқты сұрақтардың астына алдым ғой. Айналайын білмеймін енді, білсе осы кісі біледі деп, менің барып білгенім осы деп, сонда да аға есіңізге түсіріңіз деп, сосын енді білет деген кісілерден әуелі ауызекі әңгімеменен сұрау басталды ғой енді, қызығушылықпен жай. Ол бір бағыт, екінші бағыт, мынау әдеби сол біздің өлкені сипаттайтын болған оқиғаларды, біздің өлкемізде болған оқиғаларды сипаттайтын кітаптарда не айтылады деп, енді оның бастысы мынау Хамза Есенжановтың Ақжайық романы, сосын Әнес Сарайдың Еділ жайық романы. Бұл жалпы Қазақстанның батыс өлкесіндегі болған сол кездегі саяси оқиғаларды, қоғамдық жағдайларды сипаттайтын оқиғалар ғой. Бір болса осы романдардың ішінде болар деп, соларды сосын ғалымдарымыз не дейді, батыс алашорданы зерттеп жүрген, басқа алашорданы зерттеп жүрген деп, сол осындай бағыттармен шындап қызығушылықпен енді бір кірісіп кеттік. Енді маған қызық болды. Енді мен ешқандай журналист емеспін, өзімді де бір тарихшы немесе ғалым деп есептемеймін, немесе өлкетанушы деп. Ондай айту үшін үлкен бір күш керек, немесе еңбек керек. Соны не керек, ол кісінің көзін көрген үлкендердің көбі кетіп қалыпты да. Былай ағайын тума үлкен кісілер енді жас шамасына қарай енді физиологиялық кішкене нелеуде болады. Біреуі ұмытып қалған, біреуі тағы бірдеңе есіне түсіргендерін барынша білетіндерін айтты, бірақ материал мардымсыз болды. Сосын енді мынау Еділ жайықты оқығанда Әнес Сарайдың ағамыздың, оның ішінде Қаржаубаев дейтін фамилия тұр. Енді жағымсыз кейіпкер, алашорданың офицері ретінде суреттеледі. Сосын Хамза Есенжанов ағамыздың Ақжайық романында бұл кісі Рахмет Қажауов деген атпен тұр. Кеңсе қызметтерін басқаратын осындай адам еді деп сипатталады. Тағы да жағымсыз кейіпкер, енді түсінікті ғой, жағымсыз кейіпкер болатыны. Сосын енді ғылыми әдебиеттерді, тарихшылардың нелерін оқып шықтық қой енді. Сол кезде батыс алашорданы зерттеп жүрген Әлфия Сабырғалиеваның замандасымыздың да, Деметкен Сүлейменова апамыздың да еңбектерінде бұл кісінің қандай қоғамдық саяси қызметтер атқарғандығы барлығы баяндалады. Одан қалды мынау Мәмбет Қойгелдиев ағамыздың да тарихи монографиялық еңбектерінде алаш мүшелерінің, оның ішінде Атырау өлкесінен шыққан алаш қайраткерлерінің тізімінде аты жөні жүр. Одан қалды мынау Қазыбек Иса дейтін ағамыздың мынау депутаттық сауалы бар. Ералы Тоғжанов вице-премьер-министр болып тұрған кезде алаш орда қайраткерлеріне байланысты жасаған депутаттық сауал. Сонда бүкіл алаш қайраткерлерінің тізімі келтіріледі. Атырау өлкесінен шыққан, Маңғыстау өлкесінен шыққан, немесе Ақмола өлкесінен деген сияқты. Сонда да Қаржаубаевтың есімі жазылып тұр. Енді тегін адам, тегін болмаса бұл адам бұл тізімге кіре алмайды ғой. Басқа да ғалымдарымыздың еңбектерінде қысқаша түрде сонау жайық қазақтарының съезінде, тағы да басқа бір мәселелерде, сосын кейбір өлкетанушылардың, әсіресе мынау Тілеуқабыл Сағынов деген ағамыздың әртүрлі баспасөзге жазған мақалаларында да Қаржаубаевтың, Бурабаевтың Соналы мектебінде жұмыс жасағандығы атап өтіледі. Енді Соналы мектебі десе, ар жағы Сабыржан Сарғожиннің аталарына барып тіреледі. Енді Сабыржан Сарғожиннің алашорданың батыс бөлімінде қандай қызмет атқарғандығы белгілі ғой енді. Енді осындай адам болғаннан кейін біз қызығушылықпен бұл адамның бүкіл өмір жолын енді өз бетімізше, қал қадіріміз жеткенше зерттеп, кім қай жерде не жазды, ұрпағы қайда жерленді дейтін мәселелермен өзімізше ізденіс бастадық қой. Сөйтіп жүріп енді өмірінің соңғы өмір сүрген жылы жер Жамбыл облысының Борный ауылы, қазір Момышұлы ауылы деп аталады, аудан орталығы. Сол жерге бардық, іздестірдік, қайда тұрды, қайда жерленді деген сияқты. Айналып келгенде бұл кісі 1894 жылы туып, 1970 жылы қайтыс болғаны, 14 жылы 1 маусымда Соналы мектебінде өзінің бастауыш мұғалім мектебінің меңгерушісі болып қызмет атқарып, кейіннен қазіргі Батыс Қазақстан, Атырау облыстарының территориясындағы әртүрлі мектептерде мұғалімдік қызметпен айналысып, кейіннен 1916 жылы көтеріліс болған кезде біз тек қана
Амангелді Иманов пен немесе Бекболат Әшекеевтердің көтерілісін білеміз де, біз батыс өлкеде болған көтерілістерді білмейміз екенбіз. Сол көтерілістерді ұйымдастырушылардың бірі болғандығы туралы өзі жазып қалдырған жазбасы менің қазір қолымда бар да. Осындай оқиғаларға қатысқаны. 1916 жылы мынау патша жарлығына байланысты қазақ даласында небір ұлт азаттық толқулар болды ғой. Сол толқуларды енді біз көбіне Амангелді Имановтың, Бекболат Әшекеевтің ұлт азаттық көтерілістерін білеміз де, Батыс Қазақстан өңіріндегілерге көп мән бере бермейміз. Енді бұл туралы мынау Батыс Қазақстан қасірет жылдарында деген, қателеспесем, Исатай Кенжалиннің деген еңбегінде де көп жақсы айтылып өтеді. Енді осы 16 жылғы көтерілісті мынау Атырау өңірінде ұйымдастырушылардың бірі болғандығы туралы өзінің бір жазбалары бар. Енді бірақ өкінішке орай 16 жылы сол толқулар жеңіліске ұшырап, өзі біраз жолдастарымен бірге Рахметолла Қаржаубаев Орал түрмесіне барып тұтқындалып, сол жерде мана өздерінің үкімін күтіп жатқан кезде Ресейдегі саяси қоғамдық оқиғаларға байланысты, ақпан төңкерісіне байланысты Керенскийдің үкіметі келіп, бұларды амнистияға, яғни бостандыққа шығарып жібереді. Одан кейінгі тағдыры сол 1917 жылдан бастап қазақ даласындағы қазақ оқығандармен бірге Жанша, Халел, Досмұхамбетовті және басқа да сол замандағы Батыс Қазақстан өлкесіндегі шыққан алаш қайраткерлерімен бірге қоян-қолтық мынау жұмыс жасайды. Әсіресе Дәметкен Сүлейменова апамыздың еңбектерінде бұл кісінің Орал қазақтарының съезін өткізуге, Орал қазақтар комитетінің мүше болғанды туралы көптеген деректер келтіріледі, аты жөндері айтылып. Осындай мәселелер. Сонымен бірге мынау Алашорданың батыс бөлімшесі құрылған кезде кеңсе, мынау елден салық, қазына, солдат жинау мәселелеріне жауапты болғандығы туралы Әлфия Сабырғалиеваның еңбектерінде де айтылады. Бұған қосымша Рәбиға Сыздықова апамыздың, академик атақты, естеліктерінде бұл кісінің аты жөні айтылады. Мысалы, мынадай сұрақ қойылады, әкесінің атылып кету жөнінде қандай себептер бар дегенде, ол кісінің оқыған, зиялы азамат болуымен қатар, өз заманында Халел, жерлесі, Жаһанша Досмұхамбетовтермен қатар жүру, сонымен бірге Алашорданың батыс бөлімшесінің кеңсестеріне жауапты болған Рахметолла Қаржаубаевтармен қатар жүруі, аралас құралас болуы әкеміздің атылып кетуіне себеп болған сияқты деген сияқты осындай жазбалар қалдырған. Енді осындай нәрселерді оқып отырып, ой түйе отырып, бұл кісінің жай азамат болмағандығы көрініп тұр ғой енді. Енді басқа да құжаттарды салыстыру және мынау үйінен табылған кадрлық учет дей ма, өзінің қандай қызметтер атқарғандығы туралы құжаттары бар. Соңында ол кісінің мынау батыс Алашорда таратылғаннан кейін Қазақ автономиялық кеңестік республикасына құрылып жатқан кезде 1920 жылдан бастап тұтқындалғанға дейін 33 жылға дейін халық ағарту саласында әртүрлі қызметтер атқарған. Оның ішінде халық ағарту комиссариатында 20 жылы түрлі лауазымдарда болған. Ол кез Ахмет Байтұрсынов атамыздың қоластында болды деп айтуға толық негіз бар. Кейіннен Астана Орынбордан Қызылордаға барғанда Қызылордаға бірге барады. Одан кейін қайтадан келеді, Ақтөбеде жұмыс жасайды, Темірде жұмыс жасайды. Содан 1933 жылы Алашорданың бұрынғы командирлері, офицерлерінің бірі ретінде қуғындалып, тұтқындалып, 1934 жылы сотталып, Коми АССР-ның Оқта дейтін қаласында 10 жылға айдауға кетеді. Сояқта 10 жыл мерзімін өткізіп, одан кейін маған естелік берген қызының айтуы бойынша Кеңес одағында еркін жүріп тұру құқы болмағандықтан 47 жылға дейін тағы сояқта болады. 47 жылы босағаннан кейін осы жерде жүргенде айта кететін нәрсе, неміс
келіншегімен бас қосады. Жалпы бұл кісі өмірде 3 рет неке құрған. Бірінші әйелі жастай баласынан айырылып депрессияға түсіп қайтыс болған, қызының айтуы бойынша. Екінші әйелі 1930 жылы бұл кісі тұтқындалған кезде әйелі Алматыға қарай қашып 2 баласыменен. Содан байланыс үзілген. Үшінші некесі сол айдауда жүрген уақытта 1944 жылы Поволжье немістері әлгі қоныс аударылды ғой, қуғын сүргін көрді жаппай. Сол кезде бір неміс келіншегі айдауға барып, семьясынан айырылып кеткен, күйеуі бір жаққа кеткен, өзі бір жаққа кеткен. Аяғы ауыр келіншекпен көңіл жарастырып бас қосады. Міне сол жерде жүргенде 1946 жылы өзінің тұңғыш қызы Дана дейтін қызы дүниеге келеді. Сол Дана қызын мен кейін іздеп таптым. Ресей Федерациясы, Краснодар өлкесі, Брюховецкий район, Новое село дейтін жерде тұрады екен. Сол қызының естелігі бойынша 47 жылы босағанмен Қазақстанның батыс өлкесінде бұл кісіге тұруға рұқсат жоқ, бірақ басқа өлкесінде тұра бересің. Ал әйелі сен Поволжьеде тұруға рұқсат жоқ. Кеңес одағы үлкен, қай жерде барам дейсің? Біріне Поволжьеде тұруға, біріне Қазақстанның батыс өлкесінде тұруға болмайды. Содан екеуі әйтеуір ағайын туғанын жағалауға үйтіп Жамбыл облысына келеді ғой. Сол жерде күзетші болады, мектеп күзетеді, есепші болады, үйтеді. Содан 1970 жылы қайтыс болған және Бурный селосында жерленген. Енді айта кететін нәрсе, қызының маған берген естелігі бойынша әкем өзінің 10 жыл мерзімінің 2 жылын мынау одиночный камера деп айтады ауызекі тілде, карцерде өткізген дейді. Сол карцерде отырған кезде жынданып кетпес үшін әкем қасықты алып Магнитскийдің есептерін жарға жазып шығарып отырған дейді. Сонымен бірге өзінің оқыған Абайдың, шығыс шайырлары, Фердоусидің, Хафиздің, одан қалды Лермонтовтың, Тургеневтің шығармаларын көбірлеп айтумен болған. Өйткені адам 2 жылда жынданып кетеді дейді ғой отырғанда. Сосын енді 2 жылдан кейін қалай кішкене еркіндікке шықты дейтін болсақ, тұтқындалғандардың арасында тіл білетін, есеп, қисап жүргізетін және сотталғандардың тәбілін жүргізетін адам керек болғанда таңдау Қаржаубаев қатысады. Қаржаубаев сол өзінің сауаттылығының арқасында кішкене жеңілдік алып, тәбіл соғып отыратын қызметке келеді екен дейді. Енді 1970 жылы қайтыс болғаннан кейін осы жерде тұрған. Тағы бір айта кетерлігі, назар аударатын нәрсе, 46 жылы туған қызына Дана деп ат қояды. Ал 49 жылы туған, 1949 жылы туған баласына, ер баласына Едіге деп ат қояды. 1950 жылы туған баласына Шора деп ат қояды. Осы жерден таңғаларлық бір жағдай, 49-50 жылдары адам баласы өзінің балаларына Едіге немесе Шора деп ат қоя алмайды ғой. Бұл уақытта біздер Қаныш Сәтбаев сияқты немесе Әлкей Марғұлан сияқты ардақтыларымызды Едіге туралы жыр шығарып қойды, немесе Алтын Орданың баяғы жырларын насихаттап қуғын сүргінге түсіріп, көпшілігін итжеккенге Сібірге айдатып жаттық. Ал енді бұл атамыздың іс әрекетін батылдық демей қалай айтасыз? Бұл енді сол еліне деген, өзінің ар жағында рухына деген сенімділік деп мақтанса да болады ғой. Осындай бұл кісінің тағдыры. Енді Жамбыл Бурныйға барған кезде балалары біреу Германияға, біреу Россияға көшіп кеткен екен. Енді маған естелік берген азамат пен азаматшылардың көпшілігі Германияға кетіп қалды деп еді, бірақ Жамбылға барғаннан кейін ол кісілердің қайда кеткенін ешкім айта алмады. Сосын қазір әлеуметтік желілер бар ғой, WhatsApp группалар бар, Одноклассники дейтін бар, TikTok дейтін бар, Twitter дейтін бар. Енді ала салып біз соларға өзіміздің хабарламамызды жібердік. Осындай мен адамдарды іздеймін. Табылып жатса, білетін болсаңдар, мына телефонға хабарласыңыздар деп. Содан енді мерзім бір 5-6 ай сайын қайта жіберіп тұрамыз. Мына хабарламаны қайталап. Содан бір күні менің WhatsApp нөмеріме хабарлама келеді. Сіз Рахметолла Қаржаубаевты қандай мақсатпен, не үшін іздеп жүрсіз деп. Мен сол кісінің қызы Дана
мына Рахметолла қызы деген боламын деп. Содан қуанып кетіп, мына аватаркадегі фотодан қарасақ, ол кісі Ақтарскі деген қалада түскен фотосы тұр. Содан Ақтарскі қайда деп іздесек, ол Азов теңізінің жағасынан бір шықты. Содан енді апамызды қуанғаннан сұрақтың да астын алып, не үшін іздегенімізді айтып, мана айтып отырмыз ғой, әкеңіз дейтін біз үшін өте маңызды алаш қайраткерлері, біздің зиялы қауым өкілдерінің бірі, осындай қазақ халқының тәуелсіздігі үшін, бостандығы үшін осындай еңбектер атқарған дегенде, аудио хабарламамен соққан дауысқа апамыздың дауысы дірілдеп, әкем айтып отырушы еді, түптің түбінде заман өзгереді, адам өзгереді, біздерді де көресіңдер, іздейтін адамдар болады деп. Сол айтқаны келіп тұр, айналайын деп, жылап кемсеңдеп, менімен сөйлесе алмай, кешірім сұрап, ертең хабарласайық деп, содан енді апамызбен әйтеуір 2-3 күнде үлкен әңгімелер басталды, сұрақтар қоя бастадық. Содан бір күні менің сұрағым көбейгеннен кейін Дана апамыз айтты, енді мүмкіндігің болса, мен Краснодар өлкесі, Брюховецк ауданы, Новое село дейтін жерде тұрамын. Келіп кете аласың ба, сені көзбе-көз көрейін, фотолар бар, өзіңмен танысайын деп. Сосын енді қуанып кетіп барам дедім. Сосын енді және айттым, сіз маған қысылмаңыз, ештеңе керегі жоқ, мен қонақ үй болса сол жерде жарайды, ақшам тамағыма жететін бар, ешқандай жағдай, условия керек емес деп. Сосын ол кісі ренжіп қалды, сен не айтып тұрсың, айналайын, мына сөзді екінші айтпа деп. Не өлдірдім деп жатырмын ғой, ешқандай қонақ үй, гостиница дегенге бармайсың, балам күтіп алады сені деп. Содан енді жұмыстан ыңғайына қарай 1-2 күн алып, Астрахан, одан ары қарай Кубан даласына, қайдасың Краснодар деп, әйтеуір таксиге, автобусқа отырып, жалғыз өзіміз тартып кеттік қой. Қазір енді интернеттің заманы, қалай барам деп келатыр. Содан не керек? Новое селоға 100 километр қалғанда, Тихорецкий дейтін жерден бекен, шамамен баласы мен келіні түннің ішінде күтіп алып, машинамен келіп. Содан үйіне барып, түннің бір уағы, ешкімді мазаламай енді деп, апамыз келіп, бетімізден сүйіп, қуанып, сол таңертең қайтадан әңгіме басталып, 1-2 күн жатып, сол жерден керекті фотоларды, тағы да бір қағаздар бар екен, сол алып, фотоға түсіріп, сол жерден кері қайттық. Сосын келгеннен кейін бұл кісінің енді өмір жайлы, ұрпақтары туралы өзіміздің шамамыз жеткенше Атырау газетіне мақала бердік. Сосын енді өздеріңізге белгілі көптеген алаш қайраткерлерінің жерленген жері жоқ. Бұл кісінің жері бар екен, моласы, бейіті. Соның басына құлпытас орнатамыз деген ойменен Тұрар Әбіш дейтін азаматтың қолдауыменен 1-2 жігіт болып, өзіміздің жағдайымызға қарай, мүмкіндігімізге қарай құлпытасын жасатып қойдық. Қазіргі кезде келесі 2026-ның көктемі келсе, қолайлы сәтте Атыраудан апарып сол құлпытасты орнату ойымызда бар. Осындай жұмыстар атқарылып жатыр. Баса айтатын нәрсе енді шыны керек. Бұл кісі маған ағайын емес, туыс емес, немесе мен мана басында айтып кеттім. Жазушы не ғалым, болмаса журналист емеспін. Қазіргідей әлі хайп қылып та жүрген жағдайымыз жоқ. Тіршілігіміз бар, жұмысымыз бар дегенде өзіміздің түсінуіміз керек. Алаш қайраткерлерінің қай-қайсының алдында да біз перзенттік парыз, міндет дейтін бар. Біздің бүгінгі тәуелсіздігіміздің, жалпы ел болып қалуымыздың, шекарамыздың шегенделуінің осы кісілердің қай-қайсының да өзіндік үлесі бар. Әр қайсының. Сондықтан бұларға біз қарыздармыз, міндетіміз осы тұрғыдан осындай жұмыс атқарылды, осы айтатын нәрсеміз. Қысқаша түрде.